Жошы хан негізін қалаған, Алтайдан Альпіге дейін, Ертістен Дунайға дейінгі алқапта билік еткен, Дешті Қыпшақ даласында шаңырақ көтерген алып мемлекет әдепкіде ұлы ұлыс деп аталды. Кейін бұл атау орыс, славян, батыс жылнамаларында хан ордасының алтынмен көмкерілген ордалық киіз үйіне қарай алтын орда деп аталып кетті. Тамырлы тарихымыздың бедерлі кезеңін қамтитын ұлы ұлыс қазақ хандығының бастауы саналады. Оның бай тарихы қазақ даласымен және халқымыздың негізін құраған ру тайпаларымен тығыз байланысты. Алайда жұртшылықтың көбі, әсіресе шетелдіктер, ұлы ұлыстың атасы Жошы ханның мазары Ұлытауда жатқанын біле бермейді. Бұл ескерткіштің Шыңғыс қаған мен оның әулетінен жер бетінде қалған жалғыз белгі екенінен де көбіміз хабарсызбыз. Ұлы қаған мен Жошының ұрпақтары тұрмақ кешегі қазақ хандығының негізін қалаған тұғырлы тұлғалардан көзге түсерлік, жадыны жаңғыртарлық естелік белгі қалмағаны бәрімізге белгілі. Ендеше Сарыарқаның сайын даласының төрінде сан ғасырдан бері көненің көзіне, алтын аңыздың сөзіне айналған бұл әруақты ескерткіштің қастерлі қазақ даласының алтын орданың мирасқор екенін әйгілеп тұрғаны анық. Жошы есімі жолшы, жолаушы, қонақ деген мағына береді. Оның жолда дүниеге келгені анасының ұзақ уақыт меркіт руы арасында тұтқын болғаны, сондықтан тегінің де күмәнді екендігіне қатысты әртүрлі әңгімелер көп айтылады. Көбіне бұған дәлел ретінде Шыңғыс ханның меркіттермен соғысын алға тартады. Ал Жошы ханның бұл тарихын әйгілі Рашид ад-Дин Жамих ат-Тауарих шығармасында былайша баяндайды. Шыңғыс ханның әйелі Бөрте ханым Жошы ханға жүкті болды. Осы уақытта меркіт руы ыңғайлы сәтті тауып, Шыңғыс ханның үйін тонап, оның жүкті болған әйелін де тұтқынға алып кетті. Бұл ру осыған дейін Керейт патшасы Он ханмен дұшпан болып, дауласып келген болса да, сол кезде олардың арасында бейбітшілік орнаған еді. Сондықтан олар Бөрте ханымды Он ханға жіберді. Ол Шыңғыс ханның әкесімен екеуі анда болғандықтан, әрі Шыңғыс ханды ұлым деп атағандықтан, Бөрте ханымды сыйлайтын әрі құрмет ететін. Дей келе, бұл жағдайдан хабардар болған Шыңғыс ханның Он ханға Бөрте ханымды қайтарып беру туралы өтінішпен Жалайыр руынан шыққан Саба есімді әміршіні жібергені туралы баяндайды. Он хан Бөртеге қамқорлық жасап, оны Сабамен бірге қайтарған. Әрі қарай Рашид ад-Дин былай жалғастырады. Жолда кенеттен дүниеге ұл туды. Осы себептен оны Жошы, жолшы деп атады. Жол қауіпті болғандықтан бесік құрастыру қиын еді. Саба біраз жұмсақ қамыр илеп, оған баланы орап алды да, оны өзінің етегіне салып алды. Ол оны абайлап алып жүріп, Шыңғыс ханға жеткізді. Демек, Бөрте тұтқынға түскенге дейін жүкті болған, ал аяғы ауыр келіншекті меркіттер Он ханға берген. Шыңғыс ханды ұлындай көрген Керей ханы оны еріне қайтарған. Бұл мәлімет Моңғолдың құпия шежіресінде және Мырза Ұлықбектің Улус-и-Арбаи Чингизи, Әбілғазы Баһадүр ханның түрк шежіресі, Қадырғали Жалайыридің Жамих ат-Тауарих еңбектерінде қайталанады. Мырза Ұлықбек тұтқынға түскенде Бөртенің 6 айлық жүкті болғанын жаза отырып, ұлы сахиби қыран Шыңғыс ханның мейірімділігі, махаббаты мен игі ниеттілігі шамадан тыс болғаны соншалық, Шағатай мен Үгедей қызғаныштан осындай үлкен өтірікті ойлап тапты, деп олардың Жошыға жала жапқанын айтады. Ендеше Жошының тегіне байланысты күмән болмауы тиіс деп ойлаймыз. Өзі ғалым, өзі әмірші Ұлықбек, Шыңғыс хан Жошыны өзге ұлдары мен қыздарынан көбірек жақсы көрді дейді. Бұл рас сөз сияқты. Мәселен, Моңғолдың құпия шежіресіне жүгінсек, Қоян жылы, яғни 1207 жылы, оң қанат әскерімен орман еліне аттанған Жошы мәмлегерлік тәсілмен Ойрат пен Қырғызды бағындырып оралғанда, Шыңғыс хан сүйсініп, ұлдарымның ағасы сен үйден шыға сала жолың болып, барған жерінде ерді жарақаттамай, жылқыны қинамай, ырысты орман ел жұртын түгел бағындырып келдің. Осы ел жұртты саған берейін деп жарлық еткені баяндалады. Бұл ұлы қағанның ұлына сүйсініп сенгенін, болашақ мұрагер ретінде үміт артқанын көрсетеді. Жошы бұдан кейін Дешті Қыпшақ даласы мен Сартауылға, яғни Хорезмге жасаған жорықтардың басында жүрді. Ол барлық сапарларынан тек жеңіспен оралды. Парсы тарихшысы Жүзжани 1226 жылғы еңбегінде Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошы өте батыл, қайсар, ержүрек жауынгер болды.
оның күш қуаты соншалықты, тіпті әкесі одан сескенетін еді дейді. Дүниеге келуі көп әңгімеге негіз болған жошының өмірден озуы да, өлімі де жұмбақ. Өтеміс қажы Шыңғыснама шығармасында Шыңғысхан бір тарапы Бағдат, екіншісі Үндістан, үшіншісі Дешті Қыпшақ пен Еділ дариясы болған уәлаяттарды жаулап алғаннан соң, осы уәлаяттарды өзінің 4 ұлына бөліп берді. Жошыхан ұлдарының үлкені еді. Шыңғысхан оған үлкен әскер берді де Дешті Қыпшақ уәлаятына тағайындап жіберді. Аттарыңа жайылым болсын деп Хорезм уәлаятын тағы берді. Жошыхан Дешті Қыпшаққа бет алып, әйгілі Ұлытауға жетті. Бір күні тауда аң аулап жүргенінде оған бір табын марал киік кезігеді. Аңды қуалап жүріп, атарда ол атынан жығылады да, содан мойны үзіліп мерт болды, деп жазады. Ал Ұлықбек ордаға Жошыханның өлімі туралы хабар келгенде, хабарды ұлы Сахиби Қыран Шыңғыс ханға жеткізуге ешкімнің батылы жетпеді. Ақыры әмірлер бір шешімге келді. Ханға жақын ұлы әмірлердің бірі ұлық жыршыдан бұл хабарды мүмкіндігінше жеткізуін сұрауды өтінді. Содан соң ұлы Шыңғыс ханға жыр айтуға бұйырғанда, ұлық жыршы ыңғайлы уақыт тауып жеткізгенін жазады. Бұл дерек қазақ аңыздарымен де сәйкеседі. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы Алаша ханның Жошыхан деген жалғыз баласы болыпты. Құлан қуамын деп, бала астындағы аты желігіп, құланның әңгісіне еріп, қазасы сонан болып, бала аттан жығылып, құлан теуіп өлтіріпті. Алаша хан Жошыхан, ақсақ құлан Жосыған, құлан теуіп өлтірді, бұйрығын ақтан келтірді, дейтұғын сөз содан қалған, деген дерек келтіреді. Халық күйі ақсақ құлан да осы аңызбен сарындас шыққан. Мұнда ұлық жыршы Кетбұға күйші деп аталады. Тек алдыңғы деректе Шыңғысхан өзін құлыны өлген құлынға теңеп отырса, халық фольклорында жошының ажалы құлыннан болған. Бұл аңызға сенсек, арқадағы Алаша хан Жошыханның әкесі болып шығады. Жошының өлімі туралы Рәшид ад-Диннің дерегі де қызық. Ол отырарды алғаннан кейін әкесінің бұйрығын тыңдамай, өз меншігіндегі елге кетіп қалған. Жошыға Шыңғыс ханның ашуланып, өлімге кесем, оған мейірім болмас дегенін жазады. Осы дерекке сүйенсек, жошы көп ұзамай сырқаттанып қалған. Сөйтіп әкесінен кешірім сұрап, оның шақыртуларына бара алмаған. Соңғы рет шақырту жібергенде келмегенде, құзырына шыққан бір маңғыт жошының тауда аң аулап жүргенін көргенін айтады. Бұған ашуланып, ол бүлік шығарып әкесінің сөзіне мән бермейтін болған екен деп ойлаған Шыңғысхан жошыны жазалау үшін Шағатай мен Үгедей басқаратын әскерге жорыққа шығуға бұйрық береді. Өзі де жорыққа аттанбақ болып тұрғанда, жошының сырқаттан қайтыс болғанын естіп, қатты қапа болады. Артынша әлгі жалған сөйлеген маңғұтты іздеткенмен оны таба алмайды. Шыңғысхан мен оның әулеті жөніндегі ең сенімді жылнамалар жинағы осылай дейді. Бұған қарап, Шағатай мен Үгедейдің шағыстыруымен Шыңғысхан мен жошының арасы суып кеткенін аңғаруға болады. Тіпті әлгі маңғұтты жошының екі інісі әдейі ұйымдастыруы әбден мүмкін. Сондықтан Шыңғысхан жошыны тағыма таласады деген күдікпен жансыздары арқылы өзі өлтірді дегенде болжам бар.